Жұманың күнінде тілеген тілектеріңіз жасаған бар алдында қабыл болсын, тіл көзден, ауру сырқаудан, қайғы қасіреттен сақтасын. Бүгін қасиетті жұма күнінде жасаған игі амалдарыңыз еселеніп, дәрежелеріңіз артып, дұғаларыңыз қабыл болсын. Дұғаның ең қабыл болатын уақыты да, сәті де осы жұма болып табылады. Сондықтан жұмадағы жасаған жақсылық ниеттеріңіз қабыл болсын. Жұманың Жұманың Аға, күйеуімнің қатты қалды, күйеуімнен ажырасқым келеді, арамызда қызымыз бар, дейді. Күйеуіңізден қатты көңіліңіз қалса да ажыраспай тұратыңыз. Абаду халала илаллахи талақ. Алланың алдында ашуы келген, Құдайдың ашуы келген ең жаман деп айта берейін, жаман істің біреуі ол ажырасу болып табылады. Сондықтан бата ажыраспауға тырысың. Семья бұл Алланың бір ұлы нығметі, ұлы жақсылығы деп түсініңіз. 23 февраль қазақтарға мереке ма? Енді сіз өзіңіз тойласаңыз сізге мереке шығар, бірақ біздің өзіміздің 23 февраль бұл Совет үкіметінде болған дүние, ол өтті кетті. Енді біздің 7 мамыр болу керек, отан қорғаушылардың күні, сол күні шығар. Витр намаз обязательно дейді, конечно. Аға, балаға өзім дем салсам бола ма? Қалай салуым болады? Аят сүрелерді оқып, зікірлерді оқып, балаңызға жай ғана үрлеп қоясыз. Құран кітаптың қазақша переводымен қазақша намаз оқуға бола ма? Қазақша переводпен қазақша намаз оқылмайды ба? Азар тойынды қоя алмай жүрмін. Құлшылық, ғибадат, Алланы ескеру сізге жәрдем береді. Можно ли держать пост во время, когда кормишь малыша? Кормишь малыша, если грудью, то этим женщинам держать пост не обязательно. Но в любом случае надо посмотреть. Если ребенок очень мало употребляет материнское молоко, при этом его вскармливает дополнительно искусственным путем, то в этом случае, да, если так и так у женщины грудное молоко уже, как говорится, уже иссякает, поэтому лучше, конечно, держать пост. Но если она кормит, при этом не хватает еды, то лучше, конечно, кормить ребенка, а потом она восполнит. Носкиге масық тартса бола ма? Жоқ, болмайды. Носки шұлыққа жарамайды. Ер адамды түсінде жылан төсінен тістеп алды, не болады, дейді. Балаға қарасын. Пиво заводта жұмыс істеуге бола ма? Мұсылман адам пиво шығаратын, пивамен бірге шығатын нәрселерге қолдану арам болып табылады. Отыр олайын шаңқайыр екен маған. Орысшаңызға ризамын дейді. Өз-өзіне дем салуға бола ма? Болады, қайта жақсы болады. Адамның әрбір күні мереке емес пе? Әлбетте, адамның әр күннен, әр таңнан жақсылық күтеді. Жаңа көтерген едім, ораза ұстағым келіп отыр. Бола ма? Жоқ, бала көтерсеңіз, сол баланы жақсылап қарағаныңыз сіз үшін маңыздырақ. Дәрігермен кеңесіңіз, бәрібір. Балаға намазға бармай қалып қалса, песін намазы қалай оқылады? Жұмаға бармасаң, әдеттегідей оқыла береді, бірақ жұманың уақытысында емес, кейінірек оқығаныңыз жақсырақ. Туысқанда, яғни, мысалы, жұма намаз 1-де болса, сіз 1:30-да болса, мысалы, сіз 2-де оқығаныңыз жақсырақ. Әйелім, әке-шешесім, туысқандары мен маскілер шешілді. Әйелім талақ сұрады. Әйелім, әке-шешем, туысқандары мен маскілер шешілді. Дұрыс емес. Әйел сұрай береді, талақ бермей бәрібір. Ол сенің әйелің, семьяңды бұзып алдың. Тек таң намазын оқуға бола ма? Бөпем кішкентай. Жоқ. Жаңадан бастаған кезде үйрену үшін біле алмай жатым. 1 күн, 2 күн, бір моментте бастаған үшін. Ал енді сіз енді намаз оқуды білесіз. Баланы берген Алла екенін біліңіз. Сол баланы сізге сыйлаған Алла екенін біліңіз. Алып қою да Құдайдың қолында. Енді сол Құдай берген сәбиге рахметіңізді айтып, сәжде қылуыңыз әлбетте үлкен дүние. Ал енді сізге 1 ай болған болса, әлі намаз оқу міндет емес. Неге сізге 40 күн өту керек? 40 күннен кейін ғана тазарып намаз оқуға келетін боласыз. Америка Құрама Штаттарындағы қай штаттағы қазақ комьюнити көбірек ұнады дейді. Бәрі ұнады маған.
мен бөліп қарамаймын. Қазақтарды бөлгеннің өзі жақсы емес. Ұлтымызды, елімізді мынау жақсырақ күтті, мынау маған жақсы подарка берді, мынау маған жақсылап иіліп сәлем тұрды, мен үшін маңызды емес. Мен үшін отан сүйгіш, ел сүйгіш, елін сүйген, еліне қызмет қылған барлық комитет жақсы. Неге бөлеміз біз? Мынау мені жақсырақ күтті деген не сөз сонда? Маған подарка берген, маған сыйлаған, менің қасымдағы адамдарға жақсы тамақ берген бе, сол ма? Жақсы гостиницаға жатқызған? Жоқ, ол дұрыс нәрсе емес алтыным. Мен үшін бәрі. Үйлерге де жаттым, адамдармен де жаттым, қонақ үйлерге де тоқтадым, бірақ мен үшін халқымның, бауырларымыздың, қандастарының бірлігі аса маңызды. Етек кәрілегенде қаза болған намазды оқу керек па? Жоқ. Қаза қалады. Оразаны біліп тұрып бұзған болса, қарыз қанша күн ұстау керек? Бір күн қарыз еді құрбым. 61 күн ұстайды, бір күні қазасы болады, соның өтемі, 60 күн соның жазасы болады. Ұстаз, түсте жылқы кірсе не болады, және де үйдің төбесі құлап қалыпты. Екі бөлек түс, екі бағыттағы жылқы, енді қанат, нәсібе, болашақ өмір болып табылады. Үйдің құлағаны денсаулығыңызға қараңыз. Аға, денсаулыққа байланысты намазды отырып оқыз. Бола ма? Болады. Зікір айту үшін дәрет болу керек па? Шарт емес. Молдаға барып товардың сатылуына дұға жасатып келуге бола ма? Өзіне дем салдыру ширк емес пе дейді. Товарды сатылсын деп қандай енді? Өтпей тұрған товарыңды оқып қалдабат етіп өткізіп жібереме, не істейді енді? Арам ғой. Ал енді өзіңе дем салдыру ширк емес. Аятты оқып, дұға қоясың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күнде жатар кезде Нас, Фалақ, Ихлас сүресін оқып жататын еді. Айша екеуміз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оқып жатады деген бізге риуаяттар келеді. 40 айтып қояйық. Алдыңғы жылдың қарызымен кіруге болады ма? Енді нежелательно кірген болсаңыз, енді ұстай бересіз. Емізілі әйелге ораза ұстауға бола ма? Айттық, жоқ. Баланы күтсін, егер сүті көп болып, бұлақ болып ағып жатса, онда ұстай береді. Әйел ораза ұстауға, жүкті әйел босаған уақытта қалай дем саламыз дейді, түсінбедім. Ораза автобуста келе жатып ашуға бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Автобус бұл тамақ ішетін, автобус қоғамдық көлік болып табылады. Қоғамдық көлікте тамақ ішуге, спиртной ішуге, темекі шегуге, ауыз ашуға, намаз оқуға ішінде рұқсат жоқ. Бұл қоғамдық көлік. Сондықтан уақыт кірді, сразу аузыма бірнеше тығу деген мәселе жоқ қой. Уақыты кірді, сіздің аузыңыз ашылды, болды. Мысалы, 7:31-де ауыз ашылады. Сен 7:31-де тамақ ішсең де аузың ашық, тамақ ішпесең де аузың ашық, су ішсең де аузың ашық, кола ішсең де аузың ашық, құрма жесең де аузың ашық, вообще жемей қойсаң да аузың ашық. Уақытпенен ауыз ашылады, тамақпен емес, уақытпенен. Кешке уақыты кірді, аузың ашылды. 5 уақыт намаз оқимын, бірақ оқуға ерінемін дейді. Өзімді зорлап оқимын, Алланың разылығы үшін. Өзі солай, ол өзіңді емес, нәпсіңді зорлап оқисың. Нәпсі деген дұшпан бар. Жолдан, істен қалдырар, дұшпаныңа алдырар дейді. Сондықтан, әлбетте, өзіңіз нәпсіңді зорлап оқисыңыз. Ол өзінен өзі тұрып, бетіп, мен оқиыншы деген, ол иман дәрежесі көтерілгенде ғана оқисың. Әйтпесе, кейде желание болады, кейде желание болмайды. Ол Алланың әмірі, ол сен желаниеға қарамайды, сен оны орындау керексің. Құран бағыштап оқығанда мақамын әуендетуге қаншалықты дұрыс? Естуімше, ол мақам арабтардың сөйлегендері дыбыс үннің шығуына байланысты деп еді. Осы жағын түсіндіріп айтыңызшы. Негізі әлеңдету оқу хайлімге балқияға салынбайды өлең. Құран өзінің әуені бар. Мәт деп айтылады, созу. Созатын жері бар, мәлif миқдары бар. Оны созатын 4 саусақ ұзақтығына ашып жабу, немесе 2 әліптің саусақтың ашып жабуына қарай 4 рет жинап ашқандай дәрежеде созылады. Ал енді сәпсем музыкальный хайлімге салуға болмайды. Бірақ созылады. Сәпсем қара сөз қып оқыған, енді олана қарилар тез-тез жаттау үшін сөйтеді. Бірақ ол жаңағы кейбір мемлекеттерде сондай дүние бар. Азанды тым қатты сөз жібереді. Енді бұл сәл ондай дүние емес. Шымкентке мехмонға келің әке дейді. Құдай қаласа.
Ерлі зайыптыларға бөлек жатуға болама. Күйеуім үйде отырып, ата-анама қара деп отыр. Өзі жұмыста, жұмысы басқа жақта болған үшін сол жақта жасайды дейді. Негізі ер мен әйел адам бір үйде бір жерде жату керек. Енді ол жақта ол жүрсе, сенің қажетіңді, сенің балаларыңды бағып, соларға дүние табам деп жүрген болса, оған енді сенде түсіністікпен қарауға тырыс алтыным. Әлбетте, шариғат бойынша 3 айдан артық еркек адам әйелін тастағаны дұрыс емес, жақсы емес. Бірақ енді басқа ұзақ мемлекеттер болады, ұзақ жерлер болады. Сол кезден қайта-қайта ұшып келу, кету өте қымбат, бағалы болады. Сондықтан сондай кезде шама келгенше еркек адам әйелін қасына ала кету керек. Енді ол жерде үйленісіп, орын тауып, жағдай тапқанша сізде тұратырыңыз. Кейінірек өзіне келгеннен кейін сіз алар. Бірақ қайтып келгеннен кейін неке қайтадан қиылмайды. Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне 3 рет барсаң Меккеге барғанмен бірдей болады дейді. Сол рас па дейді. Жоқ, өтірік. Қожа Ахмет Ясауи атамыздың аруағынан айналайын, 1 рет емес, миллион рет барсаң да Меккеге теңелмейді. Жолдасыма 200-дің көрсетеді, түсінбедім. Аға, сүрелерді теледидардан, телефоннан дауыстап шығарып тыңдауға болама? Үйде жалғыз өзің болсаң болады. Елмен бірге отырғанда, халықпен бірге отырғанда, қоғамдық орында, автобуста, самолетте бақыртып қойып қою болмайды. Қанша жерден жақсы өзі. Қатты тыңдағың келсе, наушникті құлағыңа тығасың да тыңдай бер. Қазір сағат 11-де Жібек жолы арнасы, біздің Жібек жолы арнамызға қосылып болыңыздар. Бүгін бізде Шағбан айына қатысты жақсы сұхбат болады. Соны тыңдауға шақырамын. Және біз тікелей эфирде боламыз. Сұрақ болса, менің шығады. Сол жерге қайырлы күн дейді. Акция сатып инвестор мұфтиятта. Бұл жерде форум ол тиімсанға басқа акциялар егер адал дүние болса, оған ешқандай мәселе жоқ. Шағбан жайлы айтамыз қазір тікелей эфирде Жібек жолы арнасы теледидардан көріңіздер. Сағат 11-ден 5 минут өткенде тікелей эфирге шығатын боламын. Соның алдында кішкене студияға келіп, сіздермен бір сұхбат құрып, жұма қабыл болсын деп ниет айтайын деген. Жолдасым массажист. Массаж дегенге түсінбей жібергісі келмейді. Әйемдік массаж. Әйел адам жасайды жабық орында дейді. Қасында тұрсын? Айт, қасында тұрды. Әйел адам массаж жасағанда, әйел адам белгілі бір процедура алған кезде, ер адамның өзінің әйелі жасалған кезде, әйел еркегінің қасында тұруы, бұл ешқандай шариғатымызға қарсылық емес, сөгеттігі жоқ. Қасыңызда келіп тұрсын. Депозиттен түскен проценттер харам дейді, не айтасыз? Иә, депозиттен түскен нәрсені қолдануыңызға болмайды шариғаттың үкімі бойынша. Қосылып тұр ғой, негізі Wi-Fi? Wi-Fi жоқ, қосылып тұр, бірақ сет жоқ. Ассалаумағалейкум. Бізде таң намазы 6:50-де кіреді. Мен уақыттан өткізіп оқимын. Оқып жатқанда, кейде оқып жатқанда азан шақырады. Сол кезде не істеген дұрыс? Ештеңе етпейді. Сол жердің қаланың уақытысыменен оқисыз. Егер оқып жатқан кезде азан шақырылса, кейбір мешіттерде сәл кешігіп шақырады. Өйткені адам жиналсын деп айтады, ода тұрған мәселе жоқ. Ауызашар уақытында шекеге Құран оқытуға болады ма? Шеке болмаса оқымайсыздар ма не Құран сонда? Құран оқу үшін вообще өлу керек па не сонда? Или шеке болу керек па? Бешбармақ болу керек па? Жамбас, шерпек болу керек па? Сонда не, ештеңе болмаса Құран оқуға болмай ма? Жоқ, оқи бересіздер. Құранға қарамаңыздар. Шекеге қарамайды. Ал енді жалпы адам кезде айттың күні басқа жерде оқи берсе бола ма? Болады. Ол шеке бола ма? Ол құдаяс бола ма? Ол дін рождение бола ма? Үйленіп жатқанда біреу Құран оқыса айтады, бізде ешкім өлген жоқ қой, не оқып жатсың деп айтады. Өлу шарт емес Құран оқу үшін.
Тіләуат сәждесі туралы айтып бересіз бе? Құранда 14 жерде тіләуат сәждесі бар. Құранның аяттарының 14 жерін кімде-кім оқыса, яки болмаса естісе, сәжде қылу керек болады. Аллаху акбар деп сәжде жасайды. Сәжде жасаған кезде дәреті болу керек, қыблаға бұрылу керек. Содан кейін қолын жаяды да сәлем бермейді. Сәждәту лир-рахман ва аманту бир-рахман деп, я Алла деп дұға қылады. Сол. Таң намазын кеш оқып жүрмін, ештеңе етпейме. Кеш деген қандай? Өз уақыты шығып кеткен болса, онда қаза болады. Біздің студияны көрсетейін бе сіздерге? Ана біздің қанша студияда неше адам отырады. Тікелей сіздерге хабар тарату үшін осы кісілердің бәрі ұшыда отырады. Мынау біздің студия түгел. Анау жер менің орным, қазір жазатын болады. Бәрі қойылады. Сигналдары. Анау орында тұрып сіздерге жібек жолы арнасына қосылу болсын. Бүгінгі тақырыбымыз Шағбан айы. Және Рамазанға дайындық. Өткен ереже айы. Осы қасиетті 3-4 ай төңірегінде сөз айтып, сіздерге ақпарат тарататын боламыз. Осы сіздерге жалпы халыққа, тіпті әлемдік дәрежеде хабар тарататын жібек жолы арналса президент телерадио кешеніне халқымыздың алғысы шексіз. Сіздерде дұғада болыңыздар. 84-тен асқан қариялар жаннаттық дейді, сол рас па дейді. 84-тен асқан адам ұрлық жасаса, халық тонаса, 84-ке келмей тұрып істейтін бәрін істеп, білдіретін бәрін білдіріп бітіп, содан кейін барып не? Бәленбай кемпірге барып, бәленбай қатын зорласа. Әйелін ұрса жас кезінде. Соң 84-ке келдім енді, бұл жәннетке кете берем десе, Алланың әділеттігі қайда қалады? Алланың онда даналығы қайда қалады? Жоқ, ондай болмайды. Ондай болмайды. 84-ке келіп өзгермесе адам, оны ары қарай ештеңе өзгертпейді енді. Сол үшін айтады да, жеңіл жүріс жаман дейді. Бірақ үлкен кісілердің жеңіл жүріс жасау бұл нағыз оңбағандық нәрсе. Түсінікті ме? Өйткені, мысалы, әйелмен ажырасу жаман дүние. Бірақ кемпір шалдардың ажырасқаны бұл өте оңбаған нәрсе. Арақ ішкен жаман, бірақ 84-ке келіп арақ ішкен, енді не айтамыз енді оған? Жақсы нәрсе ме сол? Сондай дүние. Шүкір, мың шүкір, осындай елде өмір сүргенімізге, тыныш барлығына мың алғыс. Әумин, әумин, Аллаға шүкір. Түсіңде жиын болып жатқанды көрсең не болады? Әйелдер көп дейді. Сөз естейсің көп. Күйеуім Құран оқымаса, өзім оқуыма бола ма? Болады. Бала емізіп жүрмін, ораза ұстасам бола ма? Нақтысын айтсаңыз. Нақтысы жоқ, балаңызды еміз. Таң намаздан кейін намаздарды кешке жинап оқуға бола ма? Жұмыста условия болмай жатыр. Не условия керек сізге? Мен білем, жігіттерді коридорда оқиды. Мен жігіттерді білем, екі баспалдақтың ортасына оқиды. Мен балаларды білем, оқитындар әжетхананың шетіне тығылып оқиды. Оқитын адам амал табады жаным. Условия дейді, не условия керек? Болмайтын сұрақтарды қоясыңдар ғой дейді. Кім айтты саған болмайтын сұрақ деп? Сонда сенің не? Елдің барлығы бұл жерде үлкен кісілер отыр. Тағадыңыз? Елдің кісілер отыр, үлкен кісілер отыр, жастар отыр, сонда не? Солардың бәрі сондай болғаны ма? Ол дұрыс нәрсе емес. Прямой эфиріңізге кіріп шығайын. Сондықтан ондай деп айтқанға келмейді. Ондай сөз жоқ. Сондықтан біздің халқымыздың әрбір көрерменнің сұрағы біз үшін маңызды. Әрбір болмайтын сұрақ деп айта алмаймыз. Болатын сұрақ, өйткені ол біздің халқымыз, ол біздің көпшілік еліміз, біздің бауырларымыз, біздің қарындастарымыз. Сондықтан олай демеңіз. Егер де сіз көп білсеңіз, сол білгеніңіз, сіз одан да сондай болғансыз баяғыда. Одан да жаман болғансың. Қазір шығар, енді екі нәрсе үйренгенім. Сондықтан
олай айтуға келмейді. Біз әр адамның пікірін, әр адамның ойын, әр адамның қабылдау деңгейін түсіне білуіміз керек, құрметтей білуіміз керек. Сторис түсіреміз бе Дәреке? Жоқ, мен эфирден бір минут. Да? Адай қылсайын. Қайырлы таң, имам аға, елім халқым баршаңызға қайырлы таң, амин. Жандос ұстазды білесіз бе дейді, білем. Шапаныңызда қалта жоқ па дейді, қалта жоқ менде. Шапанда қалта болмайды менде. Қалтам жоқтығынан сол мынау беліме байлап жатыр. Сіз неге қасында дем салдыруға барсақ дем салмайсыз? Мен дем салмайды екем. Онда неге өйткені кішкене ғана біріншіден балаларды ғана қарауыма болады сол. Гормон дәрі ішіп дейді. Жаңыз кей жаққа қанды бөлімдер келіп жүр, тоқтасын мүмкін. Ораза тұтсам болады ма? Қарызым бар еді дейді. Ол етеккір емес, сондықтан ораза ұстайсыз. Ал енді намазға келетін болсақ, намаздағы дәрет бұзылады, бірақ ол оразаны бұзбайды. Егер етеккір кезінде сіздердегі келетін етеккір болатын болса, онда ораза тоқтатылады. Ал енді гормон дәрі немесе басқа себептермен немесе үзік-үзік келетін болса, шариғат бойынша 3 күннен кем немесе 10 күннен жоғары болған кезде ғана ол ауру болып есептелінеді. Бала емізіп жүрген анамын. Намаз бастауға болады ма? Бірақ өзіме сенімсізбін. Намазды тастап кетсем, уақытын кешігіп қалсам деп қорқамын дейді. Бастай беріңіз. Жаңбыр жаумай қалса, егін өсе ма? Ертең базарда нан болмай қалса, нанды қалай сатып алып жеймін? Су ақпай қалса краниктен қалай шомыламын демейсіз ғой. Сол сияқты тәуекел етіп оқи беріңіз. Ар жағын Құдай өзі біледі. Баста қарындасым, бүйтіп қалса не болады, үйтіп қалса не болады? Ол шайтанның азғыруы болады. Бастай беріңіз. Өткен жыл оразада Сахарда сізбен бірге өткіздік. Алла биылда отырамыз деген үміттемін дейді. Иншалла. Ұстаз қайт. Кішкентай балаларға дем салмауын себебі кішкентай баланың тілін ғана тартам, дем салмаймын. Мұғалімдер намазы таста дейді, не істесем болады? Нешедесің сен? Керек ба? Келіңіз. Жолдасым жұмысқа тұрғысы келмейді, маған үйдің жұмысы жетеді ғой дейді. Еркек адамның жұмыс істеуі отбасын асырауы парыз болады. Егер отбасын асырамаса, әйелдің ақысы, балалардың ақысы тапталған болады. Міндетті түрде ер адам қандай амал жасаса да арамға бармастан адал тамақпен отбасын қамсыз етуі